Сәлем достар, сағат 8:30. Мен күнделікті 8-де 8:30-да тұрам. Бүгін менде YouTube'ға съемкалар бар, сондықтан үйді тез деп соған көшеміз. Алдымен өзімізді ретке келтіріп алайық. Ертең тұрғаннан кейін міндетті түрде таңғы уходымды жасап аламын. Главный бетпен тісті жақсылап тазалау керек. Міндетті түрде бетіңізге майлы болса да увлажняющий крем жағыңыз, себебі бетіңіз құрғап кететін болады. Одан соң кішкене түрімді ретке келтіріп макияжымды жасап алдым. Одан ары қарай міндетті түрде ежедневнигімді толтырамын. Бүгінге қандай жоспар, соның бәрін ең алдымен жазып аламын. Содан кейін ғана тірліктеріме көшіп, үйлерімді жинап аламын. Қазір ежедневнигімде не бар екенін кішігірім көрсетіп өтейін. Мен уже жинап, киініп дегенше обед болып қойды. Қазір мен обедімді ішіп аламын да, ары қарай уже видеоларымды түсіріп көшемін. Бүгін менің қолым. YouTube'ға съемканы осы жерде жасаймын, заттарымды осылай алдын ала дайындап қоямын. Ал қазір мен YouTube'ға арнап бірнеше видео түсіремін, қалғанын ертең түсіремін. Осы тамыз айының бітуіне 21 күн қалды. 21 күнге кеше мен 21 тақырып жазып қойдым. Соны түсіріп бастауым керек. Бүгін до обеда бір 3-4 видео түсіріп, после обеда соны монтаждап бұйырса салатын боламын кешке. Және бұл блогты да надеюсь салатын боламын. Бұл жерде мен YouTube'ға арнап 1-2 видеоларымды түсіріп алдым. Сол видеолардан сіздерге кішігірім үзінді болсын. Бұл менің өзімнің жеке блокноттарым туралы таныстырып жатырмын. Алдағы уақытта бұл туралы видеоларды да тоже саламын. Күтіңіздер. Ал енді осы картинканы бояуға көшеміз. Сурет салу, картинка бояу бұлар мидағы жаңа нейрондарды оятады, сондықтан үнемі сурет салуға тырысыңыздар. Және де миды тыныштандырады. Мен обедке тағы сорпа жасап жатырмын. Есіме шығып кетті. Борщ жасап жатырмын. Қазір капустасын салатын боламын. Себебі күнде қою тамақ жеп кеттік. Қою тамақ жей беруге болмайды, сабыр болсар. Мен осылай блог түсіргім келеді, но менің өмірім там қызықсыз. Ама жоқ, сорпа тасып қапты ғой. Капустамды салып қойдым. Енді піскенін күтеміз. Емес, бұл ши сорпа. Борщқа жаңағы не қосылады? Свекла қосылады, а бұған свекла қосылмайды. Бұндай тамақты егер азғысы кеп жүргендер, осындай тамақ ішсеңіздер болады. Бұл диетический. Мен бұл жерде картинкамды жасап отырмын. Мен бұны ойлаған ой басында. Бояу, ой, тез бояп тастайм, анау-мынау деп. Оказывается, это сложно. Егер осындай картинка алам деп жүргендер бар болса, не советую. Егер сіздің шыдамыңыз жетпейтін болса. Бұл картинканы мен жерге қоямын. Аттар қош болыңдар, осы жерге қоятын боламын. Короче, ары қарай бояймыз. Картинканы 1 сағаттай боядым, 6 номерін полный бояп біттім. Қалғанын ертең жалғастырамын. Ал бұл кісі менің картинкаммен ойнап жүр, ойыншық қылып. Менің картинкам оған ойыншық болып тұр. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыз. Сау болыңыз.